кеттік. Олай болса достар, бізде бірінші ойын ол танысуға арналған ойындар, яғни мерекелік іс-шарада жаңадан келген балалармен танысуға арналған ойындар. Яғни көрерменге сіздер, яғни сіз жүргізуші болсаңыз, көрерменге дәл осылайынан айту керексіздер. Құрметті көрермендер, мен есімім Әділ, ал сіздердікі деп айтқаннан кейін сіздер міндетті түрде өз есімдеріңізді айғайлап айту керексіздер. Сол кезде мен сіздердің есімдеріңізді жаттап алам деп бастайсыздар. Содан кейін балалар өз атын айтып болады. Айтып болғаннан кейін енді 10 жақтағы көршіміздің атын сұраймыз деп айтамыз. Олар балалар 10 жақтағы көршілердің аттарын сұрайды. Сосын мен былай айтам: менің 10 жағымдағы көршімнің аты Диас, ал сіздердікі деген кезде олар 10 жақта отырған көршілердің аттарын айту керек. Дәл осылайынан сол жақтағы көрші, арттағы көрші және де алдында отырған көршілердің аттарын білуге болады. Бұл ойын осылайынан ойнатылады достар.